Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Нурикс. Бүгін бізде Сфора фильмі. Күндердің бір күні мұхитта демалып жүрген жұп алыстан бір аралды кездестіреді. Олар қызық үшін аралды көруге келді. Ер адам қайығын байлап жатқанда, қыз жан-жақты зерттеуге кетеді. Орманда ол темір қоршауға жолығып, ар жағынан тастанды ғимаратты көрді. Қыз қорқып жағаға қайтуды шешті. Жолда ол біреудің аңдып тұрғанын сезеді. Сосын шөптердің арасынан жануардың айбат шеккен дауысын естиді. Дәл сол кезде әлдебір тіршілік иесі қыздың аяғына шап беріп жабысып, өзімен сүйреп кетеді. Көп ұзамай дәл сол аралға бір топ жастар ұшып келді. Ағайынды Мэтт пен Джон және олардың достары Ники, Сара, Ной. Олар Мэтт пен Джонның ағасы қалдырған үйге демалуға келді және уақытты қызықты өткізетіндеріне сенімді. Қыздарға үй бірден ұнады, ал ағайындылар бала кезде үйде өткізген сәтті еске түсіреді. Ной ең біріншіден үйдегі барға келіп, ішімдік қорын көріп, риза болады. Сара екеуі заттарды орналастырып жатқанда, Мэтт пен Джон сарайға келіп, ағаларының ескі көлігіне жолығады. Таңғаларлығы көлік жүруге жарамды екен. Үйде жарық өшіп қалды. Ной қызы Сараны ертіп, жарықты қосу үшін подвалға түседі. Подвал қараңғы болғандықтан, жігіт зажигалкасын жақты және ескі масканы көріп шошиды. Сара электрлі щитокты тауып жарықты қосты. Бұл уақытта жоғарыдағы Мэтт пен Ники жеке қалды. Екеуінің кездесіп жүргендеріне 2 жыл болыпты. Жұп үстіңгі қабатқа көтерілгенде, ескі канатты тексерендеп жатқан Джонды көреді. Мэтт бауырына абай болуын өтінді, себебі арқанның ауыстырылмай тұрғанына 20 жыл болған екен. Алайда Джон өзіне сенімді. Ол ұстағышқа жармасып, төмендегі суға секіреді. Кешке жастар жағаға келді. Сара барлығына коктейль дайындап таратып жүр. Ал Ники үйдің төбесіне ту тігеді. Олар үйде бардың бәрін пайдаланып, уақытты керемет өткізіп жатыр. Сара шөптің арасынан бір дыбыс естіді. Сөйтсе бұл күшік екен. Қыздардың қуанышында шек жоқ. Күшік өзін сипауға қарсылық танытпады. Соған қарағанда жақсы екен. Түріне қарасаң 10 апталық секілді. Пародасы шығыс европалық овчаркаға келеді. Иттің мұнда не істеп жүргені белгісіз. Сара оны өз қарамағына алады. Түнде бәрі қонақ бөлмеге жиналды. Сара әлі күшікті қызықтап отыр. Ной ас бөлмеге бармақ болғанда, күшік соңынан ереді. Есікті ашқан кезде ол ырылдай бастайды. Барлығы күшіктің агрессия көрсеткеніне таңғалды. Күшік ашық есіктен шығып қашып кетеді. Сара мен Джон оны іздеуге шықты және шөптің арасынан тауып алады. Сара күшігін көтермек болғанда, үлкен ашулы ит шығып, оған тап береді. Қыз қорқып жерге жата қалды. Ит болса тістерін ақситып тіке қарап гүрілдеп тұр. Джонның дауысы шыққанда, ит Сараның аяғынан тістеп орманға қашып кетеді. Жігіт қызды тауып үйге келді. Мэтт оның аяғын байлап береді. Барлығы ойлана келе Сараның құтырма ауруына шалдықпас үшін тездетіп ауруханаға баруды шешті. Мэтттің ойынша құтырмаға қарсы уколды бірнеше күннен кейін де ақ салуға болады екен. Дәл қазір жолға шығатын болсақ, демалысымыз құрайды дейді. Сара да өзін жақсы сезінетінін жеткізді. Достар бұны таңертең ойлануды шешті. Түнде бәрі өз бөлмелеріне орналасты. Мэтт Никиге бұрын аралда бір компанияның арендаға жер алғанын жеткізді. Компания иттерге арналған үй тұрғызды. Мэтттің бала кезінде сол жерге барып күшіктермен ойнағаны есінде екен. Соның арқасында ветеринар болуды шешкен. Күндердің бір күні құтырма ауруы тарап, иттердің барлығы эпидемияға шалдығады. Компания болса оларды жойды. Бағанағы ит Мэтттің ойынша жою кезінде қашып кеткен болса керек. Алайда құтырма ауруының соңы өлімге әкелетін болғандықтан, оның қалай тірі жүргенін түсіне алмайды. Бұл уақытта ас бөлмеге келген Джон терезенің алдында тұрған Сараны көреді. Екеуі бір-бірін сүйді. Сосын Сара оны қуып жібереді. Өзі оңашада қалып түнекті бақылайды. Таң атты. Барлығы таңғы асқа жинала бастады. Ники Сараны ертіп суға жүзгісі келеді. Әрине, егер аяғы жақсы болса. Сара бүгін өзін жақсы сезініп тұрғанын жеткізді. Джон садағын алып аңға шыққалы жатыр. Жігіттер бірге барғысы келетіндерін айтты. Ники оларға орманда абай болуларын өтінді. Жігіттер орманда, ал қыздар суға шомылмақ. Ной фотоаппаратын дайындап жатып, бір дыбысты естиді. Артынан бұрылса, ит тұр. Біртіндеп иттер жігітті қоршай бастады. Иттер бірден шабуылдамаса да, Ной қашуды шешті. Ол достарын қуып жетіп, иттер туралы айтты. Басында достары күледі. Сосын фильмнің басындағы қайықтағы адам келгенде, қандай бәлеге тап болғандарын түсінеді. Қайықтағы адам, иттер біздің аралда болғанымызды қаламайды деп сөзін бастай бергенде, иттердің бірі шабуылдап төменге құлатады. Басқа иттер келіп, әлгі адамды талайды. Жігіттер дәрменсіз екендерін түсініп, үйге қашады. Келсе, қыздар шомылып болып үйге бара жатыр екен. Жігіттер қыздардың артынан келе жатқан иттерді көріп, қашыңдар деп айқайлайды. Үйге енді жете бергенде, қара ит Никидің аяғын тістейді. Қыз қарсыласуда, Мэтт көмектесіп жатыр. Джон садағын көздегенде, ит қауіп сезгендей аяқты жібереді. Және сол кезде Джонның атқан жебесі Никидің аяғына қадалады. Қыз айқайлайды, ал иттер орманға қашады. Үйге кіргесін Мэтт жебені шығарды, ал Джон кешірім сұрайды. Ники болса ренжімегенін айтып, өмірін сақтап қалғанын жеткізді. Джон ормандағы адамды еске алып, құтқара алмағанына өкінеді. Алайда жалғыз садақпен бір топ итке не істей алады?
Мэтт иттердің қылығын түсіне алмауда. Тіпті құтырса да өздерін бұлай ұстанулары мүмкін емес. Мэтттің ойынша иттер сау. Біреу оларды әдейі қабаған қылып өсірген. Сара орманда кездескен адамның сөзін қайталады. Иттер біздің аралда болғанымызды қаламайды. Никиде паника басталды. Ол тездетіп аралдан ұшып кеткісі келеді. Ной оның ойын құптап жатқанда терезеден ит секіріп кіреді. Сара мен ит көзбен кездесті. Ит ойланып қалды. Сосын шабуылдамақ болады. Джон итті ұстап үлгерді, ал Мэтт оны пышақпен өлтіреді. Адамдар қашуды шешті. Ной ұшақтың жүзіп бара жатқанын байқайды. Мэтт ұшақты мықтап байлағам, жіпте мықты болған. Бұл қалай деп таң қалды. Егер аэроқайық жоғалатын болса, біткен жерлері осы. Сондықтан олар ұшақты қайтаруға аттанады. Ники жағаға келіп, иттердің арқанды тістеп үзіп тастағанын көрді. Джон жүзіп ұшаққа жетеді. Жақындағанда ұшақтың қанаттарында жатқан иттерді көреді. Адамды көрген олар суға секіріп Джонды қуады. Жігіт иттерден бұрын жағаға жетіп аман қалды. Үйге қашып келе жатқанда жолдан тағы бір ит шықты. Ной оны битамен ұрады. Ұшақ жайына қалды. Адамдар терезелерді жауып, Мэтт өлтірген иттің мәйітін далаға лақтырады. Осы кезде олар сарайдағы көлікті еске түсіреді. Алайда көлікпен қайда қашасың? Мэтт иттерге арналып салынған үйді ойлайды. Мүмкін ол жерде байланысқа шығатын система бар шығар. Ной есікті ашып сығалап қарайды. Иттер мәйітті тістеп, бөлшектерге шашып тастады. Мэтт қанатты жолды еске түсірді. Дәл осындай жолдың сарайға да апаратыны бар. Иттер өз тұқымдасын жеп жатқанда, Мэтт қанатқа келіп, ескі арқаннан блокты шешіп алады. Сосын оны сарайға апаратын арқанға жалғайды. Ники тауға өрмелеуден чемпион екенін айтып, сарайға өзі баратынын жеткізді. Мэтт басында қарсы болды, бірақ Ники оны көндіреді. Қыз арқанмен сарайға жол тартты. Енді жақындай бергенде төбеде тұрып қалады. Иттер бұны бірден байқады. Ники айтып бүйтіп шатырға жетті және терезені шағып ішке кіреді. Иттер сарайдың есігіне жиналды. Қыз көлікке отырып оталдырмақ болды, бірақ бұнысы іске аспады. Иттер сарайға кірді. Ники люк арқылы көліктен шығып шатырға мінеді. Ной қармаға келді. Сосын қармақтың жібін жебеге байлайды. Джон садағын атып, қармақтың жібімен жол жасады және сол жол арқылы арқанды Никиге жеткізеді. Иттердің бірі қызға кедергі болды. Джон оны өлтіреді. Ники аман-есен оралды. Мэтт ғашығын сүйеді. Кеш түсті. Ешкімде көңіл-күй жоқ. Оған қоса жарық өшіп қалды. Ной электрлі щитоктың қайда екенін білем деп подвалға түсетін жеткізді. Ол жарықты қосты және ескі вино қорын тауып алады. Ной қуанышы жаңалығын жеткізуге бара жатқанда бұрыштан ит тап береді. Мэтт пен Джон келгенде бәрі кеш болады. Ной өлді. Иттер есік пен терезелерді шаға бастады. Мүмкіндік келсе тістеп үлгеріп жатыр. Адамдар шатырға қашады. Иттер адамдарға жете алмайтынын түсініп, үйден шығады. Бірақ ауланы торуылдауды тоқтатпады. Достар Нойды еске алып қайғыруда. Сара өзін нашар сезініп тұрған жеткізеді. Бір кезде Мэтт қағаз тауып алды. Бұнда аралды әскерилердің жалға алғаны жазылған. Мэтт үйді берген ағаларының да осы іске қатысы барын ұғады. Таң атқасын барлығы шатырдан түседі. Қыздар бөлмеге тығылды. Ал Мэтт пен Джон сарайға жетіп көлікті шығармақ. Сара аралдан қаша алмайтындарына сенімді. Жігіттер көлікті алып шықты. Көлікті итеру арқылы оталдырған. Джон рөлде, ал Мэтт иттерден қашып көліктің үстіне шығады. Ағасы оған садақ берді. Бірақ Мэтт көлік сілкінгенде оның қолынан түсіріп алады. Бір кезде көліктің капотына ит секіреді. Джон тізгінді жоғалтты, бірақ дер кезінде қимылдап тізгінді қайтарады. Джон жолға шыққанда иттер кетіп қалады. Үйге қайтып келе жатқанда тағы ит шабуылдайды. Мэтт оны ұстап тұрды. Ал рөлдегі Джон көлікті бағанаға бұрып итті жабыстырады. Жігіттер үйге жетті. Ники көлікке жүгірді. Сара болса қорқып үйде қалады. Джон көтеріліп қызды ертіп кетуге келді. Осы кезде бөлмеге ит кіреді. Сара итті көзімен тоқтатып Джонға қашуын өтінеді. Джон терезеден шығайын деп жатқанда ит Сараға шабуылдайды. Сара Джонға соғып, жігіт жерге құлайды. Мэтт бауырын көтеріп көлікке әкелді. Сара да итпен бірге төменге секіреді. Құлаған жері қауіпті болғандықтан бірден өлді. Тірі қалған үш дос станцияға қарай жол тартты. Олар қоршауға келді және бұзып өтуге дайын тұр. Ники Джонды тоқтатып, мүмкін қоршаудың иттерден қорғану үшін салынғанын айтады. Олар қоршаудан өрмелеп өтуді шешті. Үшеуі қоршаудың ішіндегі кешенге кіріп, бұл жердің лаборатория екенін түсінеді. Мұнда иттерге генетикалық эксперименттер жасаған. Достар іштен радио тапты, бірақ істен шыққан екен. Жігіттер батарея тауып генераторды қосты. Ники радио мұнарадан шығып тұрған кабельді тапты. Джон сыртқы ортамен байланысқа шығу үшін радио мұнараға өрмелеуді шешті. Мэтт иттерді құтырма ауруы тарағаннан кейін жоймағанын түсінеді. Аралдағы иттердің бәрі генетикалық өзгертілген болып шықты. Джон жоғарыға шығып шам жарығын қосты. Сол кезде кішігірім жарылыс орын алып, жігіт мұнарадан төмен құлайды. Лаборатория өртене бастады. Иттер адамдардың осында қашқанын біледі. Олар Джонға шабуылдады. Дер кезінде келген Мэтт ағасын құтқарып қалды. Ники болса иттерді өртеніп жатқан кешенге алдап кіргізеді. Жарылыс орын алғанда иттердің біршама бөлігі сол жерде өледі. Мэтт Никиді де жарылып кетті деп ойлады. Джон мұнараның үстінен қайық көргенін жеткізді. Бұл аралдан қашатын жалғыз мүмкіндік.
Екі жігітті иттер қоршай бастады. Олар енді шабуылдайын деп жатқанда Ники көлікпен келеді. Жігіттер көлікке секірді. Үш дос қайық тұрған жағаға келді. Айлақ ағаштары сынып, көліктері суға батып кетсе де, олар қайыққа міне алды. Кешіккен иттер жағадан қайықтың жүзіп бара жатқанына қарап тұр. Әрең дегенде аман қалған үш дос жағаға жеткен бойы бірден дәрігерге қаралуды ойлайды. Бір кезде Джон қайық кабинасының есігін ашады. Күтпеген жерден қабаған ит пайда болып, оған шабуылдайды. Достар, осымен фильм аяқталды. Егер де ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Арнамыздан шығатын келесі видеоларды жібермей қалмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған Нурикс. Келесі кездескенше.